Сәлем достар, бүгін біз бауырдан котлет жасаймыз. Ол үшін бізге бауыр қажет, чеснок қажет, сәбіз қажет, жуа қажет, сүт қажет, жұмыртқа қажет және ұн қажет, тұз қажет және қара бұрыш қажет. Енді бауырымызды, чесногымызды, сәбізімізді, жуамызды мясорубкіден өткізіп аламыз. Барлығын жақсылап мясорубкіден өткізіп алдық. Енді үстіне сүт құямыз. Жұмыртқа жарып саламыз. Тұз себеміз. Және қара бұрыш себеміз. Енді осылардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араласқан соң ұн себелейміз. Енді қызып тұрған сковородкамызға майды құйып, қыздырып аламыз да котлетімізді құямыз. Екі жағын қызартып қуырып аламыз. Осымен біздің котлетіміз дайын. Мен гарнирге картофельный пюре жасадым. Ас болсын.